Селам алейкум, урметлі серджилер. Буй ТВ студияда Украина хаберлері бүгін июльнің 5-ші чершембе күні. Америка Қошма Штатларының девлетке тибі Рекс Тиллерсон июльнің 9-ында Украинаға кележек. Бұны Украина президентінің матбуат хызметі білдіре. Зейре таққында Вашингтонда Петро Порошенко ве Дональд Трампның күрішіві вақтында аңлаштылар. Америка Қошма Штатларының тышқы сияси бөлігінің реберінің Украина президенті қабул етежек. Олар Русия стилясына қаршылықны музакере етежек. Бұның еле Украина президентінің Америка Қошма Штатларына зейреті вақтында алынған аңлашмаларының әмелге кечірілмесіні де музакере етежек олалар. Владимир Путин или Курошевы вақтында Дональд Трамп Украинада Русияның истелясына диқат айрajak. Бұны CNN білдіре. Телеканалының мәліметіне көре, сөз Русияге қаршы Америка Қошма Штатларының Украин Қырымының ишғалі себебінден жазаларының артмасы аққында кетежек. Екінші мевзу Сурия олajak. Кремльнің 2016 сенесі президент сайлавларына қарышмасына келгенде есе, Трамп жидді сияси басқы алтында олып, оның музыкере етіп оламай, деп білдіре CNN. Трамп ве Путиннің субеті Америка Қошма Штатларының дегер мемлекетлер иле субетлерінден байығы фарқылы олajak, дей милли хавсызлық меселелері бойынша кенішчісі Герберт Макмастер. Хатырлатам, Америка Қошма Штатлары президенті, Русия президенті иле Гамбургта июль 8 ве едісінде кечірілежек G20 саммитінде көрішежек. Авропа парламенті Украинаға Қошма тижери имтиязларны берді. Бұл қарарға 566 Авропа депутаты қол тұтты. 96-сы қаршы шықты. Қабыл етілген қарарға бинайын тамат боғдай, мысыр боғдай ве балның кетірілмесіне квоталарны артырajaqlar. Имтиязларның Украина ве Авропа бірлігі арасында сербест тижерет зонасы ақында аңлашманың черчевесінде 3 жылға кірсетежеклер. Авропа парламенті тарафындан қабул етілген қарарының да Авропа бірлігінің шурасы таздықламақ керек. Киев муваққа тижери имтиязларының көздей ішлеп башлажағыны үміт ете. Русиядан бір қоранта Украинада сығынықны сұрады. Девлет сыныр қызметінің мәліметіне көре уфақ балачығы елі умыр арқадашлар Украин сынырына жаяв келіп шықты. Аңлатқанлары кебі әйле башының Русияда кемиетіні деніштірмек керек олғаныны айтқаны себебінден сияси тақыпке оғрадылар. Бұл себептен оны Русияда жинайы месулиетке чеккен еділер. Дей сыныржылар. Мақсус весиқаларны азырлап әйлені Украинаның девлет миграцион қызметі не йолладылар. Роман Сущенконың апис мүддетінің ұзатырылмасына имайының итеразыны июльнің 10 үшінде бақажақлар. Бұны Украин журналистінің адвокаты Марк Фейген білдіре. Хатырлатам, июльнің 27-сінде махкеме Сущенконы да 3 айға аписте қалдырды. Сентябрінің 30-на қадар бұл себептен Украина тыш ішлер назерлігін қатты итеразыны білдіре. Русиядан ажеле суретті Украин ватандашының азат етмеге талап еті. Роман Сущенконы Лефортовада кечкен сене көзден берлі тұталар. Сентябрь айында ФСБ журналистінің Москвада тұтып, Украина истихбаратының хадимы оларақ адлады. Жинай ішні жасуслық маддесі бойынша ачтылар. Украина тарафы бұқабатларының темелсіз адлай. Украинаға ятырымжыларының ишанчы арта. Мемлекетке кечкен сене девамында келген ятырымларының индексі артты. Ве 5 баллы жедвел бойынша 3 ве 15 баны тешкілетті. Авропа бизнес бірлігі 142 бұйық халқара ве Украин шіркетінің реберлері арасында соровны кечірді. Нетижелер иш адамларының мен фейкефилерінің йоқ олмағанының, ама байығы экселгеніні костере. 2011 сенесі бұна ошаған бір вазиет қайд етілген еді. О вақыттан ве бұл сенеге қадар Украинаға ятырымларының севесі экселіп келеді. Бірлешкен Миллетлер тәшкілеті Африкаға Украин ашлығынен ярдым етежек. Бұтын дүния ашайт ярдымы программасы черчевесінде тәшкілет 40 тонна ашлықны сатын алajak. Августның башында оны Шарқи Африканың Джибуты девлетіне кетірежеклер. Бұны Зерно онлайн хабер агентлігі білдіре. Июнның сонында Украина кой хожалығының ве истеладжыларын бірінші ашлық ве бақлиятның 300 тоннаны азырлады.
Нафтогаз ве Газпром Стокгольм махкемесінің қарары бойынша бір-біріне одайжек тазминын миғдары аққында анлаша. Махкеме тек Нафтогаз тарафындан оданелген ақчаның тазминını белгілев умделеріні қайт етті. Тан миғдарыны есе тарафлар өз башына белгілемек керек. Акесалда сонки қарарыны махкеме чықарajak. Хатырлатам, майысының 31-де Стокгольм арбитраж махкемесі Украина Нафтогазы ве Русия Газпрома арасында газдың берілмесіне мұқавеленің ал яда толе шартыны лягу етті. Она көре Украина әр ел газның 52 миллиард кубыны одемеге мечбур еді. Лондра Украинаға 2017-18 сенелері 40 миллион фунт стерлинг мигдарында ярдымны бережек. Бұны Украинада Бүйік Британия елчісі Джудит Гофф білдіре. Оның сөзлеріне көре васталарны ислатларының кечірілмесіне гуманитар ярдымға ве Украина ордосының инкешафына айрajaqlar. Эвел елчінің айтқанына бинайын Украинаның мұстаққылығы, топрақ бұтынлығы ве иқтисади инкешафына қол тұтув Британ-Украин ішбірлігінің эсас ноқталарыдыр. Украина баш прокуратурасы қапаржылыққа қаршы органлар еле бірлікті приват банкқа айт бір қач ішні тақиқ еті. Бұны баш прокурор Юрий Луценко білдіре. Оның сөзлеріне көре, Энді юз ташынмас мүлкінің объекті апис әтілген Малие Муэссенің одунч комитетінің азаларына қабатлар азарланыла. Бұның еле баш прокуратура весиқаларына огрене ве девлетке зиян кетірілмесіне алақасы ола білген Милли банкының хадимлеріні сораштыра. Эвел приват банкының идаре рейсі Александр Шлапак баш прокурорының адына мұраджатына берген еді. Онда банкының сабық приреті Елештірвінден әвел қанунсыз әмелиятларыны кечерген қайт етілген еді. Шу жүмледен приват еле бірлікте чалышқан шіркетті 389 миллион доллар, 60 миллион евро миғдарында одунчлер алынған еді. Хатырлатам, былтыр декабрінің 21-інде приват банк девлет мүлкиетіне кечті. Оның әвелке сайыплері Игорь Коломойский ве Геннадий Боголубовдар. Мақсус қабаржылыққа қаршы прокуратура парламентке Народный фронт фирқасының депутаты Евгений Дейденің мәсулиетке чекілмесіне яны дерелеріні бере. Белі олғаны кебі бүгін юқары раданың комитеті Дейденің қабатыны таздықлаған дерелерінің олмасына бақмадан оны мәсулиетке чекмеге разы олмады деп білдіре баш прокурор Юрий Луценко. Комітет Верховної Ради отримав усі наявні... Юқары Рада комитеті тақақатта олған бұтын делелеріні әлде етті. Оларға көре 90 сенелерден башлап, кечкен сене биянаменің толдырмасына қадар 1,5 миллион гривнаға яшаған адамының озуне дайре ве 2 машинаны сатын алмасы таздиқланыла. Халк депутаты бұны алған өдінче еле аңлата. Махкеме тарафындан берілген телефон субетінің язысы ве милли қабаржылыққа қаршы бөрада кечірілген сұргының малюматы еш бұл өдінчінің шөбелі олғаныны избатлай. Шымды насалдар бір мүлкиетінің олмасыны андатмаға істеген әркес 100 бинлерджі долларының бережек. Иш адамларыны қыдырajak. Оларының мантағына көре, бұл әрекетлері қануни олыр. Украина медениет назерлігі Москвада ачылған Пантикопееве Фанагоре Боспор қаралағының экип айтақты сергісінден чорлана. Анда 400 әлі экспонат тақдим етілген. Милаттан эвел 7-ші асырдан ве милаттан сон 1-ші асырға қадар деверге айтылған шейлер костерелі. Оларының арасында Керичтеки Шимали Қырым тарихи медени музей Құрығы фондундан алынған экспонатлар бар. Сонки еллары Қырым Русия тарафындан ишғал етілген берлі тапылған шейлерінің айры группаға кірсетіп көстерелер. Русияге экспонатларының кетірілмесіні Украина зерлігі Украина қануниетінің қаба бұзылығы оларақ адлай. Қырым музейлерінде олған экспонатлар Украина мүлкиетідір. Ве халқара ве милли қануниет еле сақланыла. Бұның еле ватаныға қайтарылмалы.
Киберполиция пете вирусына уғыраған компьютер сайплеріне тефселеріні берді. Қысмен зарар көрген ве системаны ішке тушырмек үшін Windows-ны ғайрадан қошмақ керек. Егерде система бұтынле бұзылған олса, файдасы олмас. Бұндан сон антивирус программаларны тешкермек керек. Киберполицияның сайтында тәфсилатлы инструкциялар бар. Хатырлатам, июньнің 28-інде Украин Девлет Муэссесі ве банкларның компьютер ағлары пете вирусындан зарар көрді. Бұндан сон ұжым интулывлары бұтын дүния қайт етілді. СБУда білдірілгені кебі бұ 2016 сенесі Украин компьютерлеріне ұжым еткен хакерлерінің ішідір. Бұ есе ұжымге Русияның алақасы бар олғаныны таздықлай біле. Украина Черногориядан сон НАТОның невбеттеки азасы олмалы. Ве бұ Украина альянсы чун апансыздан тез олып кечмелі. Бұны юқары рада спикері Андрей Парубий Украина ве НАТО арасында ішбірлік бейінемесінің 20 елығына бағышланған парламент топлашывында білдірді. Қайдеткені кебім, 2020 сенесіне қадар Киев қавсызлық саасына НАТО стандартларына ұғынлаштырмалы. Өз невбетінде Авропа ве Евроатлантик интеграциясы меселелерінден баш назирінің муавины Ивана Климпуш-Цинцадзе дегені кебім Украина Русия Федерациясының истелясына өз башына қаршылық көстермеге девам еті. Бұның еле альянстан ярдымны сорамай. Фақат зидиетте телефлерінің сайысыны эксельтмек үшін мудафа селясына мұқтач. Үрметлі сержелер, бұда қықада біз сізлерінен сағылықлашамыз. Дадачо хаберлеріні Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз. Көрішкенже, сағылықнен қалыңыз.